Қазақстан Республикасының ұлттық музейі жанынан құрылған қасиетті Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы жарияланған киелі орындар тізіміне енген 100 нысанның қатарына Батыс Қазақстан облысынан 6 қасиетті орын енсе, солардың бірі ағартушы, ақын, философ Ғұмар Қараш зираты еді. Ғұмар Қараш бабамыз осы мынау Нұрқай деген жерде, осы жерде сол Нұрқай байдың балаларын оқытуға келіп жатқан кезде жаңағы қас дұшпандарына қолды болып кеткен адам. Оны 1978 жылы Жұлдыз журналынан оқығаным бар. Сонда Ефрем Панченко деген қызылдар келсе қызыл болып, ақыр келсе ақыр болып осы жерде жүрген азаматтар соған Нұрқай бай айдап салып өтеткенге ұқсайды. Ғұмар Қараш кесенесі орналасқан Жәнібек өңірін халық Ғұмар елі деп атайды.